Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видео үйдегі көгерген қабырғаларды қалай тазалап аламыз. Толық тазалау жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Үйдің қабырғалары осылай қатты көгеріп кетті. Оны толық тазалап алу мүмкін бе? Бұл жаңа салынған үйдің қабырғалары, бірақ үйдің қабырғалары бірнеше себептермен осылай көгеріп кетті. Үйдің қабырғалары осылай көгеріп кетуі бірнеше себептермен болуы мүмкін екен. Бізде қыста кірдік, бірақ жылу толық жеткізе алмағандықтан үйдің қабырғалары жылу жетпеген жерлерге осылай көгеріп кетті. Көгерген жерлерді жай ғана сүртіп алуға да болады, бірақ ол өте тиімсіз әдіс, ол қайтадан осылай менде көп болып кетті. Және біз ең жақсы ұстаның кеңесімен осы әдісті қолданып көрдік. Ол үшін бізге керек заттар 30% киімдерді ағартуға арналған химиялық құрал, яғни белизна қажет, және кез келген құрғақ матаны аласыз. Осындай суды жақсы сіңіретін ыдыс жууға арналған губка және резина қолғап қажет. Және осындай шашуға арналған құрал да өте ыңғайлы. Оны белизнаға орналастырып аламыз әдемілеп. Тазартуды бастаймыз. Тазарту барысында бізге аузымызға маска немесе қалыңдау орамал болғаны жақсы. Өйткені белизнаның иісі қатты шығады және көзді қатты ашытады екен. Сондықтан сол бөлменің есік-терезелері міндетті түрде ашық болу керек, өйткені балалар уланып қалмау керек. Терезе толық ашық болған күннің өзінде белизнаның иісі үйде 2 күн сақталады. Ең бірінші құрғақ матаны алып, көгерген жерлердің үстінің барлығын осылай түсіріп шығамыз толығымен. Егер біз дереу сұйықтығымызды қолданып шашатын болсақ, онда осы көгерген жерлер қатты айғыздалып қалады. Кетуі қиын болады, сондықтан алдымен барлығын түсіріп тазартамыз. Жолдасымыз екеуміз осы мәселеге тап болдық, оны шешу біз үшін кішкене қиындау болды. Интернеттен қарадық, барлығы орыс тілді контенттер, сондықтан өзіміздің қазақтарға түсінікті болу үшін, пайдалы болу үшін сол мақсатта осы видеоны салып отырмыз. Сондықтан осы видеоға лайк басып, комментарий жазып қалдырсаңыздар, көбірек адам көреді, көбірек адамға пайдасын береді. Досыңызбен осындай мәселесі болып жүрген туысыңызбен бөлісіп қойсаңыз болады. Тазалаудың екінші этабына өтеміз. Бұл белизнаны толығымен жаңағы көгерген жерлердің барлығына шашып шығу. Басында шашқан кезде қабырғалар осындай айғыздалып қалуы мүмкін. Оны уайымдамаңыз, ол аппақ болып кетіп қалады. Егер сізде шашатын құрал болмаған жағдайда, үйде барлығымызда губка бар. Осы губканың көмегімен сүртіп шығамыз. Белизнаны шашу барысында осыған мұқият боламыз. Көгерген жерлер қалмау керек. Көгерген жерлері қалып кететін болса, сосын ол қайтадан шығып кетуі мүмкін. Егер қабырғаңыз жеңіл көгерген болса, бір рет белизна шашсаңыз, аппақ болып шығады. Мынау бірінші рет белизна шашқандағы нәтиже. Қатты қуантатын нәтиже болды. Мен бұл видеоны тазартып болған соң дереу салып отырған жоқпын. Арада бірнеше күндер өтті. Қабырға сол күйі тұр. Қабырғадағы ең қатты көгерген тұс осы жер болды. Өйткені бұл жер кішкене намдау болып тұрды да, грибоктар осы жерге қатты жайғасып алды. Бізге осы қабырғаны толық тазалап алу үшін бір рет белизна себу жеткіліксіз болды. Өйткені бұл намданып тұрған қабырға бұл жерде қатты көгеріп кеткен. Сондықтан бұл жерге 4 рет сепкеннен соң бұл толық ағарып шықты. Биылғы жылы қыс бізде қатты болды, сондықтан көптеген үйлердің осылай көгергенін біз естідік. Сондықтан бізге пайдалы болған дүние сіздерге де пайдасын тигізсе деген мақсатпен, ниетпен осы видеоны ерінбей сіздерге түсіріп отырмыз. Белизна себілген соң бұл қабырға толығымен кебу керек. Сонан соң ғана барып эмульсия немесе әк жағуға болады. Тартудың нәтижесі осындай әдемі болып шықты. Енді қабырғалар толық кепкеннен соң біз эмульсиялап ремонт жасаймыз. Видео пайдалы болса лайк басып, пікір қалдыруды, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған денсаулық аманат арнасы. Дендеріңіз сау болсын.